Әсем, көктем шығып, жер көгеріп, күн жылынғанда ағайын туыс болып көкке шығу дәстүрге айналған. Рас айтасың. Табиғат аясында шолы қаланың қым-қуыт тірлігінен жырақта демалудың өзі бір ғанибет. Әрине, біз осындай демалысқа шыққанда сірне деген тағамды пісіретін едік. Оны кез келген адам пісіре бермейді негізі. Дұрыс айтасың, бірақ дәл қазір біз осы сірне тағамның дайындалу жолын көрсететін боламыз. Назар аударайық. Қазақ халқында сыйлы қонақтарға дайындалатын тағамдардың бірі сірне. Бұлай дейтін себебіміз тағамды жасауға жас қозы немесе бағланның еті қажет. Бүгін бізге осы астың қалай дайындалатынын Альфия ханым көрсетіп бермек. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Мен сіздерге бүгін қазақтың сірне деген ұлттық тағамын жасап көрсетемін. Ол үшін қозының еті, яғни құйрығы, кішкене сүбе еті, қабырға мүшелерінен, сүйектерінен кесіп, үлкен-үлкен кесіп саламыз. Ал енді мына етті үлкен-үлкен мөлшерде тураймыз. Негізі қазақтарда бұл тағамды дайындағанда бір қозының еті толық кеткен. Біз енді қазір сіздерге бір мөлшерін ғана, аз ғана мөлшерде жасап көрсетіп жатырмыз. Құйрықты жалпақ үлкенірек қылып тураймыз. Өйткені ол шыжғырылғанда өз мөлшеріне келіп азаяды. Бұған бірінші қосылатынымыз пияз. Пиязды сол еттің мөлшерінде қылып тураймыз. Мен сіздерге қазір сірненің сорып басқа түрін көрсетемін. Мына турап алған етімізді, майымызды бәрін қосып, салқын суға салып, тұз салып, дәмін келтіріп, бір қайнатып аламыз. Бір қайнатып, төгіп тастап, үстінен арытай жалғастыра береміз. Ал қазір етіміз қайнағанша біз мына пиязды ұсақтап, жіңішке қылып, әдемі қылып турап, дайындап қоя берейік. Біздің елеп қойған нанымыз тынып жатыр. Ол әдемі болып тынып болғанша біздің етіміз де қайнап дайын болып қалады қазір. Тураған пиязымызды ыдысқа салып, тұзын салып, дәмдеуіштерін салып, әдемі қылып мыжып қоямыз. Дәмдеуіштерінен қара бұрыш қостым. Кішкене өзіңіздің талғамыңыз бойынша тұз қосасыз кішкене. Күнбағыс майынан аз мөлшерде ғана тамызасыздар. Міне біздің қамырдың ортасына салатын дәмдеуішіміз бәрі пиязбен дайын болып тұр. Ендігі турайтынымыз мына сәбізбенен тәтті бұрышты ірі-ірі қылып, еттің мөлшерін қандай қылып турадыңыз, сондай қылып турауыңызға болады. Негізі қазақ атамыз бұрында бұндай тәтті бұрыш, сәбіз деген мынандай заттарды қоспаған. Енді қазіргі заман өзгере, адамдар да өзгереді емес пе? Сондықтан да бұны да қосуыңызға болады. Біздің бұл жерде негізгі тамағымыз қозының еті болып тұр. Ал мыналардың бәрі өзіңіздің талғамыңыз бойынша өзгертіп отыруға да болады. Мына көк пияздың басындағы ірі ақ жерлерін, ақ басын, бұны жаңағы тәтті бұрышпен қосуға бірге дайындайсыздар. Сарымсақты ұсақтап турап қоямыз, дайындап. Ал жаңағы қайнатып алған етімізді жақсылап сүзіп алдық, әдемілеп. Енді жаңа турап қойған, дайындалып қойған пиязымызды қосып қуырамыз. Ал енді етіміз шыжғырылып қуырылғанша мына қамырымызды әдемілеп, жайып дайындап қоямыз. Ал мына қамырымызды әдемілеп, жайып болдық. Енді бұған күнбағыс майын құямыз. Күнбағыс майын тегістеп жағамыз жан-жақтарына. Бағанағы бетте дайындап қойған пиязымызды, тұз қосылған, кішкене қара бұрыш қосылған пиязымызды себереміз. Бұл қамырымыз тапталып қалмас үшін, ортасы жаңағы ашылып тұру үшін пияз салып шығамыз. Пиязымыз салып болды, оны бүйтіп жақсылап ораймыз. Қамырымыз неғұрлым жұқа болса, соғұрлым дәмді болады. Қуырылып жатқан етіміздің сорпасы тартылып, шыжғырылып, қуырылып жатыр. Енді мына дайындап, әдемілеп турап қойған көкөністерімізді сала бастаймыз. Ал енді жаңа қуырылған дайын көкөніспен қуырылып жатқан етіміздің үстіне, қайнап жатқан етіміздің үстіне мына дайындап қойған қамырымызды салуға кірісеміз. Міне біздің құрметті көрермендер, бүгінгі қазақтың ұлттық тағамының бірі сірнеміз дайын болды. Әрқашан осындай біздің ұлттық тағамды дәріптеп, ұмытпай үйлеріңізде жасап жүріңіздер. Ас болсын.